Сәлем достар, сіздер Тілеуімбет Нашнардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан, әдемі видеоларымды жіберіп алмау үшін тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Дәл осы әдемі орхидея гүлдерімді, спацифилум, әйел бақыты гүлін, замиокулька, столаровое дерево дейміз ғой, және де басқа да бір 15 түрлі әдемі гүлдерімді 15 күнге қалай сусыз тастап кеткен жөнінде керемет бір эксперимент жасадым. Осы эксперимент тексеруден өтті десем де болады. Мынау зигакактус кішкене ғана бір жарып тұрған 15 күннен кейінгі жағдайын видеоның соңында көретін боласыздар. Пеларгония, мынау менде хамидария және мадагаскарский жасмин, стефанотис деген гүл. Міне қалған гүлдерімнің бәрін осы орындықты жағалай қойып шықтым. Және мына жерде кішкентай гүлдерім де бар. Силогенелла. Орындықтың айналасына гүлдерімді орналастырдым да, орындықтың үстіне тазик қойып, оған жаңағы магазиннен кір жаятын жіп сатып алып келдім де, әдемілеп 18 түрлі гүлім бар осы жерде. 18-ге бөліп, ортасын түй жасап, тазиктің ішіне салып, оны ауыр нәрсемен басып қойдым. Осы жіптердің екінші ұшын әр гүлдің топырағының ішіне батырып, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, топырақтың астына көміп шықтым. Достар, арнамда гүл күтімінен басқа да құрақ құрау 3D құрақтары, төсек жапқыш 3D құрақтары және таңғы түскі ас мәзірі, тоқыма тоқу жайында да видеолар болады. Оларды жіберіп алмау үшін лайк басып, комментарий жазып, подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Мінекей гүлдерімнің барлығына жіптің екінші ұшын топырақтардың ішіне батырып шықтым, көміп. Енді тазигімізге осы 18 гүлге 5 литр су жеткілікті деп, тура 5 литр суды осы жерге құйдым да, жіптің екінші басын тазиктің ішіндегі ауыр ыдыспен басып қойдым. Ол менде 1 литрлік шойын қазан. Ендігі біздің жұмысымыз 10-15 минут осы жіпті бойлап, су төмен түсе бастағанын байқаймыз. Осы жіпті бойлап, судың түсуіне көзімізді жеткіземіз. Мінекей менде түсе бастады. Сонымен бұл бізде бірінші тәсіл. Екінші тәсілде мынандай зат сатып алған едім интернет арқылы. Сама полив деп айтылады. Бірақ дана болғандықтан бұны әйел бақыты гүліне орналастыруды жөн көрдім. Минутына 1-2 тамшы тамшылап тұрады. Гүлге орналастырдым. Ендігі 15 күннен кейінгі жағдайын дәл осы видеоның соңында көретін боласыздар. Келесі тәсілді мен телебағдарламадан көрген едім. Ол үшін бізге памперс қажет болады. Памперстің екі шетіндегі резинкасын алып тастаймыз да, ішіндегі гель тәрізді мақтаны алып, суға саламыз. Суға түскен гель тәрізді мақта үлкен болып ісінеді. Оны топырақпен араластырып, әр гүлдің түбіне салып шығамыз. Дәл осы мақта ылғалды жақсы ұстайды екен. Ендігі кезек менің орхидея гүлдеріме де келіп жетті. Бұл гүлдерді астындағы ыдысына баклажканың қапақтарын қойып, сол қапаққа жеткізбей су құямыз да, сол қапақтардың үстіне гүлдерімізді қоямыз. Мейлінше, керегінше орхидея гүлдің тамырлары өздері сол суды тартып алып отырады. Міне 2 кашпоның ортасына су құямыз. Осылай көтеріп қоямыз. Міне осымен 15 күн тұрады. Сонымен достар, сіздер үшін 5 минут, мен үшін 15 күн зу етіп өте шықты. 15 күннен кейінгі гүлдерімнің жайы осы. Карусель әдісі
және памперс әдісі тексеруден өтті деп есептеймін. Өйткені гүлдерімнің жағдайы жақсы. Кейбір гүлдерім бүршік атып гүл жарған. Бүршіктері бар гүлдерім орхидеяларымның толық гүл ашылуына өте күшті көмектескен. Мінекей орхидея гүлдерім. Қалдырған кезде мына жерде 3 бутон тұр еді, олар да ашылып күшті болып тұр екен. Міне гүлдерімнің қазіргі жағдайы өте тамаша. Зигокактус гүлдеп тұр. Пеларгония. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше. Мадагаскарский жасминда өте күшті болып, мынандай қосымша побеги дейміз ба, шығып тұр екен.